Қайырлы кеш баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін 22:30-да Астана уақытымен эфирге шығам деп айтқан болатынмын. Сол уәдем бойынша сіздерге эфирға шығып отырмын. Бүгінгі шыққан ниетім, өзім психолог болып жұмыс істеп жүрмін. Адамдарды онлайн, офлайн қабылдап жүрмін. Сол клиенттардан алған тәжірибемен сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Бір кісілердің өмірінің өзгеруіне, жақсы жаққа өзгеруіне себепші болсам екен деген ниетпен сіздерге шығып отырмын. Қосылып жатқан ханымдарға қайырлы кеш деймін. Мен танымайтын адамдарға өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Гүлзира, мен психологпын. Бірінші мамандығым қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі, екінші мамандығым психолог, педагог, психолог. 2 жылдан асты адам қабылдап жүрмін. Аздап өлең жазатыным бар. Өлеңді мен психологиялық бағытта клиенттерден алған ойымды, түйінді өлең қылып жазамын. Сол сіздерге адамдар жиналғанша эфирге өмірде бәріміз қонақпыз біз деген өлеңімді оқып берейін. Қайырлы кеш, Жұпар ханым, Эльмира ханым, көргеніме қуаныштымын. Алла разы болсын. Уақыттарыңызды бөліп кіріп жатсыздар. Бүгін керемет қызық тақырып болады. Осы эфирдің аяғына дейін отырған адамдарға тосын сыйым бар. Сондықтан эфирді барынша таратыңыздар. Бүгін барынша пайдалы эфир болады. Аяғына дейін отырыңыздар. Сауап алыңыздар, таратып эфирді. Өмірде бәріміз қонақпыз біз. Өмірде бәріміз қонақпыз біз. Себебі өмірде мәңгі жүрмейміз біз. Біреу ерте, біреу кеш кетсе өмірде, Алла солай қалады дейміз біз. Олай болса неге біздер ренжиміз? Біле тұра бір-бірімізге өкпелейміз. 5 күн мына жалғанда біле білсек, сыйласуға ештеңе жетпейді дейміз. Алла деген аса қамқор, кешірімді, кешіреді тәубеңе келсең енді. Біз кімбіз кешіре алмайтын сізбен бізді? Алладан сен асқан кім едің өзі? Қонаққа шақырайық бір-бірімізді. Қонақ келсе құт келеді дейді қазақ. Ниетпен амалымыз адал болса, өмірде рахаттанып жүргің енді. Сіздерге кішкене ой тиын болсын деп оқып жатырмын. Жақсы, Эльмира ханым, өзіңіз қалайсыз? Бүгінгі тақырып сіздерге арнайы шыққан, бұл ер адамдардың әйелдерге шөп салуы, әйел адамдардың ерге шөп салуы, яғни көзіне шөп салу деген ол измена жасау туралы айтатын боламын. Бұл қазіргі кезде өте өзекті тақырып болып тұр. Себебі маған клиенттардың көбісі осы мәселе бойынша келіп жатыр. Енді қараңыздар, бірінші ер кісінікін айтатын болсақ, ер кісі қай кезде әйелге изменять етеді, қай кезде көзіне шөп салады? Егер де әйел адам өзіне қарамай қойса, үйде өзін соңғы орынға қойып қойса, өзін бағасын білмесе, құрметтемесе, немесе керісінше күйеуін мойынсынбай, тәкаппарлық болып кетсе, менменшіл болып кетсе, күйеуіне бағынбай кетсе, жаңағы махаббатын бермей қойса, сонда ер адам изменять етеді. Яғни сол үйде әйелінен аламай атқан нәрсені ол басқа әйелден іздейді, сыртқа кетеді, былай айтқанда. Бұның барлығының өзінің түпкі себептері бар. Жайдан жай болмайды ондай жағдайдың бәрі, ол өте ауыр жағдай. Ерлі-зайыптың арасында сенім деген, сыйластық деген, адалдық деген болмағаннан кейін ол өте қиын нәрсе негізінде. Енді әйел адам не үшін еркектің көзіне шөп салады, яғни ерінің, жолдасының, күйеуінің көзіне неге шөп салады? Онда екінші жағы, медальдің екі жағы бар сияқты, екі жақтап қарастырамыз. Қараңыздар, бағана ерді айтып кеттім, енді әйел адамды айтайық. Әйел адам қай кезде ерінің көзіне шөп салады? Жаңағыдай күйеуі мән бермей қойғанда, жаңағы әйеліне назар аудармай қойғанда, махаббат бермей қойғанда, оны мүлдем әйел ретінде сыйламай қойған кезде, төсек қатынасы суи бастаған кезде, әйелмен ештеңе санаспайды, бәрін өзім білем деп өз шешеді, әйелін жаңағы перед фактом қойып қояды, балаларының анасы ретінде сыйламайды, оған мүлдем сыйлық сыйламайды, жаңағы әшейін үйде жүрген бір домработница сияқты қарайды, әйелі ретінде, жұбайы ретінде қарамайды, оған бағаламайды. Сосын жаңағы ұрып
соғуы мүмкін, зорлық зомбылық көрсетуі мүмкін, жаман балағат сөздер айтуы мүмкін әйеліне. Одан кейін әйел не істейді? Ол еркектен суына бастайды. Не үшін суынады? Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Сонда еркектің қасында әйел өте шыдамды. Әйел шыдап жүре береді. 1 жыл шыдайды, 2 жыл шыдайды, 3 жыл шыдайды. Шыдамда шегі бар деп бір күні әйел өзіне утешение іздейді. Сол күйеуінен аламай алған мейірім махаббатты, назар вниманияны, жылы сөзді, былай айтқанда, басқа еркектен іздейді. Сөйтіп қылық шығара бастайды. Ол қылық шығарғанда жаңағыдай шөп салу деген сөз. Менің соңғы кезде байқағаным, әйелдер де, ер кісілер де бір-біріне өте көп шөп салып жатыр көздеріне. Яғни изменять етіп жатыр, измена жасап жатыр. Оның себептерін айтып өттім, жаңа. Ол ерлі-зайыптың арасында мүлдем сыйластық қалмаған, бір-бірін түсінбейді, бір-бірін тыңдамайды, ортақ мәмілеге келе алмайды, бір-бірімен ақылдаспайды, бір-біріне жаңағы махаббаты жоқ. Осындай отбасылардың көбісі жаңа алып қашып кеткен, танымайды, үйлене салған. Біздің қазақтар жаңа қайтып келген қыз жаман деп қалады сол жерде алып қашқаннан кейін. Ер кісілер, саламатсыз ба Мейрамкүл ханым? Ер кісілер өздері алып қашып алады да, одан кейін үйіне әкелгеннен кейін ол әйелді құрметтемейді. Как домработница сияқты қарайды оған. Ол өте дұрыс емес нәрсе. Өйткені әйел адам біз құлақпен жақсы көреміз. Әйел адамға жылы сөз айтып мақтап қойса, біз ұшып тұрып тірлік істейміз. Өздеріңіз келісесіздер осы жерде, әйел адамдар. Ер кісілеріміз бізді мақтап қойса, бізге құрмет көрсетсе, біз сол үйдің барлық тірлігін істеп, көңіліміз көтеріліп, мәз болып қаламыз. Яғни бұл жерде әйелдің көңіл күйіне үйдегі атмосфера байланысты. Әйел көңілді жүрсе, үйде барлық адам көңілді болады. Ана, әйел адам үйде көңілсіз жүрсе, негативті күйде жүрсе, өкпереніш іші толып қалған, өзі бір жаңағы депрессия, стрессте жүрсе, ол отбасында әрине береке болмайды. Сондықтан да айтады, әйел үйдің берекесі, әйел қырық шырақ деп айтады. Соны сіздерге айтайын деп жатырмын. Сонда бұл медальдің екі жағы бар сияқты, екі жақтап қарасақ, біз ер жағынан да, әйел жағынан да бұл жерде кінә болады. Кінә ылғи да екі жақтан бірдей болады. Тек қана бір жақтан болмайды. Бір жақтама қарауға болмайды. Қайырлы кеш, Рабиға ханым. Құралай ханым, қайырлы кеш. Көргеніме қуаныштымын. Осы эфирді тосын сый болады. Эфирдің аяғына дейін кім отырады, соған тосын сый бар менен. Және осы эфирді таратып қойсаңыздар екен. Бүгінгі тақырып ер мен әйелдің бір-біріне көзіне шөп салуы, измена туралы айтылып жатыр. Сонда мен клиенттармен жұмыс істегеннен кейін байқағаным, қанша жылдар бойы жиналған іштегі өкпереніш, мынау әйелінің күйеуіне деген, күйеуінің әйеліне деген өкпереніші жинала бір күні бомба болып жарылады. Яғни шектен, шыдамның шегі шығады, уже шегіне жетеді. Сол кезде психологқа келеді. Әрине ол өте дұрыс нәрсе. Психологқа келген кезде ол өзінің ішіндегі өкперенішін трансформация жасайды. Психологқа келіп ішіндегі жаңа қайғы мұңын бәрін айтып, жан жарасын жазып, жеңілдеп кетеді. Сондықтан мен осы жерде айтамын, ер кісілер келіп жатыр, өте қуаныштымын. Ер кісілер қазір психологқа көздері ашылып, басқаша қарап жатыр, өте қуанышты жағдай. Отбасын сақтап қалу үшін адам екі жақтап әрекет жасау керек. Тек қана ер адам, тек қана әйел адам емес, ері мен әйелі бірге психологқа келген кезде өте тамаша результаттар болады, өте керемет нәтиже болады. Неге десеңіз, екеуі бір-бірімен оңаша сөйлесем ғой, одан кейін екеуін бірге кіргізіп сөйлесем. Сол кезде екеуіне барлығын түсіндірген кезде, екі жақтап мәселені қараған кезде, екеуінің бір-біріне деген көзқарасы өзгереді Алланың қалауымен. Өздерінің кімнен қандай қателік кетіп жатыр, соны мойындайды, бір-бірінен кешірім сұрайды. Сонда татулық болады. Тату бар, бірлік бар жерде тірлік бар деп айтады. Яғни бұл жерде отбасын сақтап қалуға әлде мүмкіндік бар. Тек жаңағы сотқа жүгіріп, мен арыз жазамын, ажырасамын деп заң түрде ажырасып кеткеннен ешқандай да пайда жоқ. Керісінше әйел адам көбіне зиян шегеді. Өйткені баланы жеткізу, асырау оңай емес. Көбіне әйел адамда балалар қалады ғой, балаларды әйелдер тәрбиелейді, өсіреді. Сонда әйел адам өзі қиналады. Балалар әкесіз өскен деген тағы да бар, неполный семья деген бар, ол деген балаларды депрессияға, травмаға алып келеді. Маған подростктар да келіп жатады. Сол көбіне әке-шешесі ажырасып кеткендер, немесе үйде айқай-шу көп болады, жанжал көп болады, әке-шешесі бір-бірін түсінбейді,
демейді. Соның кесірінен балалар жапа шегіп жатыр, балалар зардап шегіп жатыр. Олар не істерлерін білмейді, қайда барларын білмейді, кімге айтарын білмейді. Жан жараларын, жан айқайларын маған кеп айтады. Өйткені оларды ешкім түсінбейді. Сонда бұның түбінде жапа шегетін балалар. Негізінде балалардың ешқандай кінәсі жоқ қой. Оған ата-анасы кінәлі, иә. Өзінің бір-бірін жаңағы қарым-қатынасын дұрыс жасай алмай жатса, түсінбей жатса, ол ата-ананың кінәсі, оған баланың кінәсі жоқ. Сондықтан мен ылғи да айтамын, иә, психолог ретінде, әйел ретінде отбасының ажырасқанын қаламаймын. Ерлі зайыпты бірге өмір сүру керек. Бала шағаны өмірге әкелген соң, соны тәрбиелеп жеткізу, солардың қызығын бірге көру, ол біздің міндетіміз, ол бізге парыз. Өйткені бізге әр адамның өзінің міндеті, парызы бар, иә, Алла берген парыз бар бізге. Баланы жеткізу деген. Баяғыда қазақтарда жетімді жесірді жылатпаған, иә, өздеріңіз білесіздер. Ал қазір адамдардың несі, көзқарасы өзгеріп кеткен. Өйткені әр адам өзінің басын ойлап кеткен, жеке басын ойлайды әрқайсысы. Эгоистичный көзқараста өмір сүреді, ол өте дұрыс емес нәрсе. Баласын ойлап жатқан ешкім жоқ, әйел өзін ойлап жүр, күйеу өзін ойлап жүр, ортада балалар өте көп травма алып жатыр. Қазір жас балалар неге суицид көп жасайды? Жасөспірімдер неге суицид көп жасайды? Не үшін? Өйткені сол әке-шешесінің проблемасын көргісі келмейді, өзіне махаббат, внимание жоқ, ата-ананың шаруасы жоқ, оның жағдайын сұрамайды, ол мектепте проблема болып жатыр ма, өмірде проблема болып жатыр ма, оны ешкім біліп жатқан жоқ. Содан кейін балалар барады да өздері суицид жасауға дейін барады. Маған келген жасөспірімдердің көбісінен естігенім, сіздерге шынымды айтайын, өмір сүргім келмейтін кездер болды, өзіме қол жұмсағым келген кездер болды, даже жұмсаған кездерім болды. Просто құтқарып қалды, или өзі жаңағыдай ондай қадамға бармай-ақ қояйын деп өзі ойланып кейіннен қайтып қалды райынан, иә. Сондықтан бұл жерде айтайын деп жатқаным, қазір өзекті мәселе өте көп. Психолог болғаннан кейін адамдармен өте көп жұмыс жасап жатырмын. Содан кейін айтып отырмын сіздерге, осы эфир қандай да бір адамның өмірінің өзгеруіне себепші болсын деген мақсатта сіздерге уақытымды бөліп шығып жатырмын. Соны дұрыс түсініңіздер, иә. Барынша эфирді таратыңыздар. Ер мен әйел адам қарым-қатынасын дұрыстау үшін психологқа келу керек. Психолог оны міндетті түрде дін, ислам бағытындағы психолог болса, мынау батыс психология, Европа психологы емес, ислам шеңберіндегі қазақи психологтар болса, білімді, тәжірибелі, иә, әрине, иншалла, Алланың қалауымен отбасын сақтап қала алады. Өзім де Аллаға шүкір 4 отбасының сақтап қалуына себепші болдым. Алла бәрін реттеуші, білуші, мен тек себепшімін. Өзімнің жасым 46-та талай сынақтарды көрдім, өттім, иә. Мен бұл жерге оңай келген жоқпын, психологияға психолог болуға оңайлықпен келген жоқпын. Менің де отбасымда неше түрлі проблемалар болды, иә. Сондықтан мен өзім басымнан өткіздім тәжірибе ретінде. Одан кейін теориям бар, оқыған білімім бар, иә. Сондықтан Алла қаласа, иншалла деп айтайын, адамдарға көмектесіп жүрген жағдайым бар. Бұл сіздерге жарнама емес, бұл сіздерге, егер сіздер солай қиналып жүрсеңіздер, туысқандарыңыз, бауырларыңыз қиналып жүрсе, психологқа барыңыз деп айтыңыздар. Ол міндетті түрде маған келсін деген әңгіме емес, қай психологты өзі таңдайды, соған бару қажет. Өйткені адамның жаны ауырса, оның тәні ауырады. Жаны саудың тәні сау дейді. Тәніміз ауырғасын, біздің жанымыз ауырғасын, біздің тәніміз ауырады. Неге ауырады? Өйткені біздің мынау Алладан келген белгі, ол бізге сынақ. Сен мінезіңді дұрыста, өзіңді дұрыста, өзіңнің ішкі жан дүниеңе үңіл, өзіңнің кім екеніңді, не үшін өмір сүріп жатқаныңды біл деген сияқты Алладан келген белгі бізге. Біз ауырдық деп неге барамыз ғой дәрігерге? Дәрігерлер бізге дәрі-дәрмек жазып береді, уақытша емдейді, сосын кетіп қалады. Жібере салады, иә. Сонда біз оны уақытша емделеміз да, оның соңында түпкі себебін анықтамаймыз. Не үшін біз ауырып жатырмыз? Оның түпкі себебін анықтап, мәселенің бәрін шешкен кезде, ол трансформация жасаған кезде, ол ауру жазылады. Мен өз тәжірибемнен айтып отырмын сіздерге. Баламның аллергиясын трансформация жасап, жазылдырып алдым. Бір аптаның ішінде жазылып кетті, Аллаға шүкір. Өзім женскийме жасадым, результатын көріп жатырмын. Сондықтан дәрігерге барып қанша дәріні алып өзіңізді улап жүргенше, жаңағы дәрінің побочный действиялары болады, иә, бауырға әсер етеді, бүйрекке әсер етеді, кері әсері бар. Оны өйтіп өзіңіз зардап шеккенше, психологқа 1 сағатқа, 1,5 сағатқа келіңіз, уақытыңызды бөліп, иә.
жаңағы ақшаңызды салып, инвестиция салып келіңіз, аямай. Зато содан сіз результат аласыз Алланың қалауымен. Мен әлі психологқа келіп ешқандай нәтиже көрген жоқпын деп айтқан адамды естіген жоқпын. Өзімнің тәжірибемнен айтайын сіздерге. Сондықтан осы эфирді сіздерге жеткізгім келіп жатқаны, жан жараларыңызды, жан айқайларыңызды психологқа келіп айтуға болады. Оны психолог бәрін құпия түрде сақтайды, бәрі конфиденциально болады. Ешкімге жария салмайды, оның бауырларына, туысқандарына ешкімге айтылмайды. Психологқа сол үшін келеді адамдар, өзімен бетпе-бет кездесуге, өзінің жан жарасын емдеуге келеді. 20 жыл, 18 жыл айта алмай жүрген құпиясын маған келіп айтады. Өзі жеңілденіп кетеді. Ол қандай жақсы, иә, Алла разы болсын, жаңа Алла сауаптардан жазсын, өте сауапты жұмыс. Бірақ дегенмен де адамдармен жұмыс жасау өте оңай шаруа емес. Адамның өмірімен жұмыс жасау ол өте оңай емес, иә. Сондықтан оған көп білім керек, практика керек, иә. Вот, Эльмира ханым, сізге уже Алладан белгі келіп жатыр. Ішкі жан дүниеңізге үңіліңіз деген, қандай да бір мінезіңізді дұрыстаңыз деген сізге белгі келіп жатыр. Құлақ деген сіз нені естіңіз келмей жүр, кімнің сөзін, қандай әңгімені естіңіз келмей жатыр, қандай нәрсені қорыта алмай жатсыз, соған мән беріңіз. Әр аурудың өзінің психосоматикасы болады, иә. Ол ауру бізге жай келмейді, ол Алладан келген белгі бізге. Сынақ, мінезіңді жақсы жаққа өзгерт деген, өзіңді таны деген белгі болуы мүмкін, иә. Көбіне психосоматикаға тірелсек, сүйенсек, ол өте 100% дұрыс келеді негізінде. Мен психосоматиканы да оқыдым. Жаңағы «Возлюби свою болезнь» деген Владимир Синельниковтың кітабы бар, өте керемет жазылған. Содан оқысаңыздар біраз нәрсені білесіздер, көздеріңіз ашылады. Сол кітапты оқуға сіздерге кеңес беремін. Өте түсінікті жазылған, қарапайым тілде, қиын емес түсінген адамға. Содан біраз нәрсені түсінесіздер. Енді сіздерге уақыт берейін. Сұрақтарыңыз бар ма? Осы ажырасу бойынша, мына көзіне шөп салу бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бұл жерде ашық болыңыздар, ешкімге күлмейді. Сұрақтарыңызды ашық еркін қойыңыздар, жауап ала аласыздар иншалла. Осы эфирдің аяғына дейін отырған ханымдарға мен тосын сенім бар деп тағы да айта кетейін. Менің эфиріме алтын уақыттарыңызды бөліп кіріп отырғандарыңыз үшін рахмет. Мен сіздер үшін кіріп отырмын. Қандай да бір адамдарға пайдам тисе екен деген ниетте кіріп отырмын. Сондықтан менің ниетімді түсінесіздер деп ойлаймын. Уақытымды, білімімді бағалайсыздар деп ойлаймын. Ыстығыңыз көтеріліп жатыр. Эльмира ханым, сізге психологпен жұмыс жасау керек. Тағы да сіздің жан дүниеңізді, жан жараларыңызды емдеу керек болып жатыр. Жақсы ма? Ауру ол Алладан келген белгі. Тағы да айтам, Алладан келген белгі. Өзіңнің бір мінезіңді дұрыста, өзіңнің бір жан дүниеңе үңіл, қандай нәрсеге көзқарасың дұрыс болмай жүр, соны өзгерт деген сияқты белгі. Ауырсам да көріп жатырмын дейді. Жаным сол, Алланың нұры жаусын сізге. Алла разы болсын. Эльмира ханым менің тұрақты көрерменім, өткен эфирді аздаған болса да менен тосын сый алды. Үнемі мені қолдап, комментарий жазып, жылы сөзін аямай жатады. Алла разы болсын. Әңгіме өзімде болып тұр ғой дейді. Вот көрдіңіз ба? Өзіңізде болып тұрған түсінгеніңізге рахмет. Мойындау деген ол өзгерістің алғашқы қадамы. Өзгеріске сіз қадам басып жатсыз, яғни. Әні Эльмира ханым мені растап жатыр, иә, сондай болып жатыр деп айтып жатыр. Яғни мен бұл жерде білімге сүйеніп, нақты по факту сөйлеп отырмын. Былай айтқанда, по факту деп айтады ғой, факт бойынша. Ешкімді алдағым да келмейді, ешкімді арбағым да келмейді. Алла сақтасын, астафиралла. Өзімнің тәжірибемнен өткен нәрселерді ғана айтам сіздерге, біліммен, тәжірибемен бөлісіп жатырмын. Эфирдің аяғына дейін кімдер отыр екен? Құралай ханым, Эльмира ханым, тағы кім? Рабиға ханым отырмында. Тағы кім? Жанар ханым қосылыпты, Алла разы болсын. Абзал деген мырза қосылыпты, Алла разы болсын. Ер кісілер де бар екен. Бөбіхан ханым. Тағы кімдер қосылдыңыздар? Мен танымайтын кісілер де қосылып жатыр екен. Бану, қош келдіңіз менің эфиріме. Мені жаңадан көріп атқан кісілерге қош келдіңіздер деймін. Менің парақшама
менің парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Пайдалы ақпараттар көп, рилстарда, видеоларда сақталып қойған, эфирда, инстаграмда. Сондықтан көрсеңіздер болады. Кеңескім сай дейді. Ал сұрақтарыңыз жоқ па басқа? Сұрақтарыңыз жоқ болса, мен эфирді аяқтаймын. Осындай азғантай болса да сіздермен оймен бөліскім келді. Міне, Рабиға ханым өзінің шынайы ниетін жазып жатыр. Ажасуға дейін жүріп, осы курсқа қатысып дейді. Өзіммен трансформация жасап, жан ұямды сақтап қалдым дейді. Машалла, Рабиға ханым. Сіз үшін өте қуаныштымын, Алла берекесін арттырсын. Алмас ақынның 120 күн өз-өзіңе психолог бол деген курсы бар. Сол курсты оқысаңыздар, өкінбейсіздер. Ол курста сіздер өздеріңізді танып, біліп шығасыздар, ішкі жан дүниелеріңізді реттейсіздер. Өзім сол Алмас ақынның үздік шәкіртімін. Сол кісінің техникаларын қолданамын. Клиенттарға қабылдаған кезде басқа да ұстаздардан алған практикаларым бар. Мен мак маманымын. Мак маманы бойынша да жұмыс жасаймын адамдармен. Сондықтан сізде курсқа жазылып едіңіз? Көп нәрсені курсқа жазылып түсініп жатырмын дейді. Машалла, Алла зейіндеріңізді ашсын. Адам өзі ізденіп білім алған кезде барлық нәрсе өзінде екенін түсінеді. Барлық проблема өзінің ішінде жатқанын түсінеді. Өйткені айтады, әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баста дейді. Ол деген сөз барлық нәрсе өзіңнің ішінде деген сөз. Яғни біз біреуді өзгертпейміз, өзімізді өзгертеміз. Біз өзімізді өзгерткен кезде біздің қасымыздағы адамдардың бізге деген көз қарасы өзгере бастайды. Сонда білесіздер, сіз өзгерген кезде әйел өзгерсе әлем өзгереді деп айтады. Біз өзгерсек, біздің отбасымыздағы барлық жағдай өзгереді. Байымызбен, бай деп айта берейінші, бай болсын байларымыз, байымызбен, бала шағамызбен біздің қарым-қатынасымыз дұрыстала бастайды. Құралай ханымнан, Құралай Калиевадан оққам, мен неше түрлі білікті психологтардан оққам. Сонда Құралай Калиева айтушы еді, бай деп айтыңдар, байларыңды күйеу деп айтпай, жолдасым деп айтпай. Бай деп айтсаңдар, күйеулерің бай болады деп айтатын бізге. Сол сияқты сіздерге байымыз деп айтайық. Байымызды да өзгертетін өзіміз, балаларды да өзгертетін өзіміз. Ешкімнің семьясы, отбасы бұзылмасын. Әмин, әмин. Барлығының отбасы бірге болсын деп тілеймін. Осы эфирда қосылып жатқан ханымдарға рахмет айтам. Алла разы болсын. Мен мына жерде енді өткенде тосын сый алмаған кісілерге жасағым келіп отыр. Әділ болсын, әділетті болайық. Бір адамға қайта бере бергеніміз дұрыс болмас деп ойлаймын. Сондықтан осы эфирға кірген Құралай Қорған ханым барсыз ба? Әу деп қойыңыз. Осындамын деп. Қызым мені көшіріпті, соны енді білдім ғой дейді. Машалла, Құралай ханым, өте күшті инсайт алып отырсыз. Адамдар бізді өзімізге айна ретінде көрсетеді. Балаларымыз, күйеуіміз, немесе қызымыз өзіміздің қателіктерімізді бізге көрсету арқылы біз түсінеміз соны. Ерлі зайыптың арасындағы кикілжің бағана басында айтып өттім, міндетті түрде балаға әсер етеді. Мен айттым жаңа, отбасында береке болмаса, зардап шегетін балалар, подросток балалар келіп жатыр маған. Олар жаңағы өкпелері ата-анасына қара қазандай. Құралай ханым бармын деп жатыр. Құттықтаймын сізге, тосын сыйыңызды Каспий голдыңызға салып жіберемін иншалла, эфир біткеннен кейін. Бұл сіздерге мотивация болсын, жаңағы миллиондардың бастамасы болсын. Миллионерша болыңыздар иншалла барлықтарыңыз. Әр қазағым бай болсын, жаңа Дәулет айтпақшы, әр қазағым бай болсын. Бай болған кезде, ақшамыз көп болған кезде бізде проблема азаяды. Өйткені ақша деген ол мүмкіндік, қуаныш әкеледі адамдарға. Ақшаңыз көп болса, барлық адамдарға сыйлық сыйлай аласыз, жағдайын жасап бере аласыз, садақа бере аласыз. Сол сияқты бай болғанның ешқандай да зияны жоқ, керісінше бай болған жақсы. Сондықтан баршаңызға бай болыңыздар деп тілеймін. Зәуреш ханым қосылып жатыр, Алла разы болсын. Ендеше осы эфирді Алла қаласа сақтап қоямын. Барынша таратыңыздар.
адамдар қандай да бір ой алсын, ой түйсін, иә, ерлі зайыпты екеуі бір-бірін ғана жеке бастарын ойламай, балаларды ойласын деген ниетпен айтып отырмын. Өйткені өзімде балаларым бар, 3 балам бар, өзім білемін, үйде береке кетсе балалар настроениесі түседі. Сондықтан балаларымыздың болашағын ойлайық. Балалар травмасыз өссін десек, балаларымыздың болашағы жарқын болсын, өзіне сенімді, батыл болсын, білікті азамат болсын, ел қатарлы көшбасшы болсын десек, онда біз отбасында берекені ұстап отыруымыз керек. Құрметті әйел ханымдар, құрметті ер кісілер мына жерде отырса айтарым. Екі жақтап жаңағы қызмет ету керекпіз. Екі жақтап қарым-қатынасты дұрыстау керекпіз. Тек қана әйел бәрін істеу керек, тек қана әйел жасау керек деген дұрыс емес пікір. Өйткені ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды, ол екі адамға да байланысты. Жаңа айттым, медальдің екі жағы бар сияқты, ол екі жақтап қарау керек. Ол күйеуге де байланысты, әйелге де байланысты. Бір жақтан ғана кінә болмайды, екі жақтан бірдей кінә болады. Сондықтан ер кісілердің құлағына алтын сырға, осы эфирде отырса, әйелдеріңізді кінәлай бермеңіздер. Әйелдерді кінәлай берсеңіз, әйеліңізді бағаламасаңыз, төмендете берсеңіз, тәкаппарлана берсеңіз, бір күні әйеліңізді жоғалтып аласыз. Әбден мүмкін. Мен сізге психолог ретінде айтайын, өйткені маған қанша әйелдер жылап келіп жатыр солай. Әйелдер өзі шыдап шегі жеткен кезде маған келеді өзі. Онда да отбасын сақтап қалуға деген ниетпен келеді. Соны ер адамдар түсінсе екен, әйел адамдарды қадірлей білсе екен деген ниетпенен айтып отырмын сіздерге. Өйткені деген ер кісілер, сіздер, біздер еркекпіз, еркекті сыйлау керек, еркектің қабырғасынан әйел жаралған деп айтасыздар, иә? Әрине әйел еркектің қабырғасынан жаралған. Не үшін деп ойлайсыздар? Не үшін солай жаратты екен? Кім айта алады осы жерде? Әйелді еркектің қабырғасынан не үшін жаратты? Айтыңыздаршы маған. Кері байланыс жасап қойыңыздар. Мен өзім сөйлей бермей, сіздермен эфир қызықты болсын. Не үшін солай жаратқан Алла тағала бізді? Құранда жазылған, әйелді еркектің қабырғасынан жараттым деп жазған. Ал ер кісілер болса, әйел кісілер болса, айтайықшы, жазайықшы. Дұрыс, бұрыс деген жауап жоқ. Барлығы нормально, пікір алмасу, ой бөлісу. Құранда ой жүгіртіңдер деп жазылған, ой жүгіртіп отырайық осы жерде. Ой жүгірткен кезде біздің сана деңгейіміз, ойлау деңгейіміз кеңейеді. Соны айтайын сіздерге. Айтыңыздаршы, неге олай? Бүгін бір клиентпен сөйлескен кезде осыны айттым мен. Не үшін солай жасады? Қалай ойлайсыздар? Не үшін олай жасады екен? Қыздар, ханымдар, жауап берсеңіздерші, мен өзім сөйлеп отырмын ғой. Сіздерден кері байланыс болсын да. Айтыңыздаршы, жазыңыздар, ұялмаңыздар. Айттым ғой, дұрыс емес, бұрыс емес деген жауап жоқ. Бұл жерде мен мұғалім емеспін, ұрсып екі деп екі бағасын қоятын. Сіздерге ашық ойларыңызды сұрап жатырмын. Не үшін солай болады? Еркекті әйелдің қабырғасынан не үшін жаратады? Кәне біреуіңіз хотя бы жазыңыздаршы маған. Мен сіздермен сөйлескім келіп отыр. Сіздер маған мотивация бересіздер. Ерге қарап бой түзесін деп, машалла. Әне пікір білдірдіңіз, рахмет. Әркім өзінің ойын айтуға құқысы бар, қорықпаңыздар. Әркім өзінің ойын пікірін айтуға құқысы бар. Қазір біз дамыған заманда, тәуелсіздік елде өмір сүріп жатырмыз ғой, сондықтан қорықпаңыздар ойларыңызды ашық айтуға. Ойды ашық айта алмаудың себебінің ар жағында самооценканың төмендігі тұр. Оның артында жаңағы мен айтсам дұрыс болмай қала ма деген сияқты қорқыныш тұр, Өзімнен көріп жүрмін, жолдасында бар болу мүмкін. Сізбен жұмыс жасағанда көреміз, бәрін сізбен жұмыс істегенде түсінемін деп ойлаймын. Иншалла, Құралай ханым, бағана айттым сізге, WhatsApp-қа жаздым. Жеке кеңеске жазылыңыздар, екеуіңізбен де жұмыс жасайық. Иншалла, бәрі керемет болады Алланың қалауымен. Алла бәрін реттеуші, білуші, мен себепшімін деп айтам тағы да. Әлсіз болған соң ер адамның қабырғасынан қорған етіп жаратқан. Дұрыс. Пікірлеріңізді айтып жатсыздар, дұрыс. Енді былай айтайық, әйелді еркектің басынан жаратқан жоқ, не үшін? Басына шығып кетпесін деп дейді, аяғынан жаратқан жоқ, не үшін? Аяғының астында тряпка ұқсап жүрмесін, жатпасын деп, қабырғасынан жаратты. Яғни әйел адам қабырға жақта, жүрек жақын ғой, күйеуіне жылулық сыйласын, күйеуіне жан тыныштығын сыйласын деп, бізді махаббат берсін деп жүрек тұсынан қабырғадан жаратқан екен. Сондықтан әйел әрдайым қателеседі, ер адам оның дұрыс емес жерін түзетіп отырады.
Енді әйел әрдайым қателесе бергенде ер адам да қателеседі ғой, әйел адам да қателеседі. Біз пенде болғаннан кейін бәріміз қателесеміз, біз ол нормальный нәрсе. Қателеспейтін адам жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ, жаңылмайтын адам жоқ дейді ғой. Сондықтан мен де қателесемін, мен де періште емеспін. Мен қателерінен тәжірибе алып сіздерге айтып отырмын, мысалы, жүрегіне салып жүрсін деп дейді. Әне, машалла. Енді жақсы кірісіп айтып жатсыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Қараңыздар. Енді жаңа ойымды жинақтайын, ойымды аяқтайын. Сол әйел адамдың қабырғасынан, еркектің қабырғасынан жаратқаннан кейін ер азаматтар соны түсініп, әйелдің өзіне ер кісіге аманат етіп бергенін түсініп, бізге айтты. Құранда жазылды, әйел еркекке аманат деді. Аманатқа қиянат жасама деді. Біздің ер кісілер оны алып алады да, әйелді болды, бұл менің жеке меншік затым ретінде қарайды ғой, как будто жеке меншік зат сияқты әйел адам. Ол жеке меншік зат емес қой, ол Алланың жаратқан құлы. Ол бір ерекше тұлға ол. Әр адам ерекше тұлға. Ер адамда, әйел адамда, баламызда бәрі ерекше тұлға. Онда неге біз ер адамдар әйелдерге солай жеке меншік зат ретінде қараймыз? Жанайым ханым, машалла. Рахмет пікіріңізге. Алла разы болсын. Қараңыздар, сонда мен ер кісілерге айтып жатырмын да, ер кісілерге айтып жатқаным, әйелдерді солай аманатқа қиянат жасамай сыйлаңыздар. Сіздер әйелдерді сыйласаңыздар, әйелдер сіздердің алдарыңызда жүгіріп тұрып қызмет етеді. Мен сіздерге айтайын, жүгіріп тұрып қызмет етеді. Просто әйелдерге кішкене сыйластық көзбен қарау керек, анда-санда сыйлық жасап қою керек, құлағына жылы сөзді айтып қою керек. Жаным, күнім, айым, сен болғаның үшін рахмет, балаларым анасы болғаның үшін рахмет, мен сені жақсы көремін деп айтып қойыңыздаршы. Осы тегін жылы сөздеріңізді аяйсыздар ма? Осы сөзді айтсаңыздар болды ғой. Ер адамдарға айтамын, әйелдеріңіз сіздердің жүгіріп тұрып істейді барлығын, сізді құрметтейді де, сыйлайды да. Екі жақтан да бірдей сыйластық болу керек отбасында. Тек қана әйел ғана сыйлау керек деген жазылмаған. Еркекте, әйелде бір-бірін сыйлау керек. Сыйластық бар жерде береке болады. Береке бар жерде мереке болады, Менде адамын ғой деймін, барлығы келетін жеріне, барғым келетін жеріне барам деймін. Әрине, әйел адамда адам болғасын, барғысы келеді, білім алғысы келеді, оқысы келеді, киім кигісі келеді. Ол біздің өмірлік жаңағы қағидаларымыз, өмір өзі содан тұрады ғой, ішіп жеуден тұрады, киім киюден, білім алудан тұрады, 10 рет звондайды дейді. Құралай ханым, сіздің күйеуіңіз қызғаншақ болып тұр ғой, көрдіңіз бе? Қызғаншақтық деген нәрсе өте қызыл от қой, ол ауру сияқты. Қызғаншақтық деген негізі болезнь, ол ауру сияқты да, оны емдеуге болады негізінде. Әрине ол адам өзі емделем деп, өзі ойын өзгертем деп шешсе, иншалла болады. Қызғаныш ол отбасының көбіне бұзатын осы қызғаншақтық нәрсе, қызғаншақтық мінез, қасиет, Әйел мен еркек бір-бірін өсіру үшін қосылады. Машалла. Күшті инсайт бүгін сіздерге. Мейрамкүл ханым жазып жатыр. Мейрамкүл ханым да мен тұрақты көрермен болып жатыр. Қуаныштымын. Келесі тосын сый сізге бұйырсын иншалла. Әйел мен еркек бір-бірін өсіру үшін қосылады дейді. Қандай керемет сөздер, Өшіру үшін емес, өсіру үшін, өсіру. Бізде не? Бізде өшіруге тырысады ғой. Төмендетіп отырады, бір-бірін төмендетіп отырады. Олай дұрыс емес қой. Ол кезде сыйластық құриды. Сыйластық құрғаннан кейін отбасында мүлдем береке кетеді ғой. Әйел, еркек бір-біріне сыйластықты жоғалтқан кезде махаббат жоғалады. Махаббат жоғалған кезде уже бәрі бітті деген сөз. Махаббат сөнген кезде ол өте нашар нәрсе. Жақсы, күшті мотивация бердіңіздер. Біраз нәрсе айттық. Алла разы болсын. Баршаңызға кіргендеріңізге алтын уақыттарыңызды бөліп, онда эфирді аяқтаймын. Эфирді Алла қаласа сақтап қоямын. Барынша таныстарыңызға тарата жүріңіздер, айта жүріңіздер. Алла сауаптардан жазсын. Қош сау болыңыздар. Келесі эфирде кездескенше мен сіздерді Алла разышылығы үшін жақсы көрем. Ізгі ниетпен психолог Гүлзира ханым, Нұр Сұлтаннан, Астанадан. Сау болыңыздар.